Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 23 тамыз Семей облысының Шыңғыс тауларында Қарқаралының аға сұлтаны Құнанбайдың 4 әйелінің бірі, екінші әйелі Ұлжаннан туған. Ақын арғы тегі орта жүз, тобықты, арғын ішіндегі Олжай батырдан басталады. Абай кішкентай кезінен зеректігімен, ақылдылығымен көзге түскен. Өз өмірін шығармашылыққа, тілге арнаған ақын 1904 жылы 6 шілдеде Семей облысында қайтыс болды. Ақынның шығармашылығы. Бала Абай өлең жазуды 10 жасында бастаған. Оның әр өлеңі асқан шеберлікпен жазылған. Сондай-ақ Абай өзінің шығармашылығында қара сөзге ерекше мән берген. Абайдың 46 қара сөзі, оның ішінде 46-шы сөзі аяқталмай қалған. Жұрт құтыртқан алтын арын саудалап, бұтты шапты үй санатты, байдан атты алма. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Босқа лектің орны жоқ.